Тараз қаласы 24 қазан жұма күні 16:52 кеп тұрмын. Жамбыл облысы Жамбыл аудандық орталық ауруханасының Бәйтерек медициналық пункті. Медицинский пункт Бәйтерек. Бірінші противопожарный дейді. Пожарға қарсы жағдайлары. Ол біріншісі. Өрт шықса, баспасызда мияқта егістен кемені өшіре алмайсың. Почти ешқандай құрал жабдық жоқ. Мұны құмдары тұр. Енді самый қызығы. Жұмыс уақыты кестесі жоқ. Мұны медициналық пункттың қай уақыт кімдері қабылдайтын, қалай қабылдайтын туралы ешкімге жоқ. Ең қызығы мұны жабық. Есік жабық. Ауылдағы медпункт осының түрі сиқы. Жаңа ғимарат соқып береді, алып береді. Бұл кісілердің жасап отқандары міне адам келмейтін жеріне қа. Ешкімде келмейді. Аяқта екі дәуіт бар. Дәуіт бар аяқта. Мынау да жабық. Терезесі пластик жабық. Маяқта терезесі жоқ. Маяқта терезесі жоқ. Мына осы медпункт. Көртістері еш жабық. Жұмыс уақытысы белгісіз. Кім қай уақытта келетін, кететіні. Мына Бәйтерек. Бәйтерекский медпункт. Бәйтерек медициналық пункті. Жамбыл аудандық ауруханасы.